Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Құндылықтарын ұлықтайтын ұлттық радио желігіне жаңадан қосылған тыңдарман болса, қайырлы кеш дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарлама барысында дыбысты қадағалап сізбен бізді байланыстырып отыратын әріптесіміз Нұрзат Рахатұлы, ал микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Қазақ отбасына байланысты жақсы мен жаман ұғымдары. Бүгінгі бағдарламамыздың басты тақырыбы осындай. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Омар Жәлел мырза. Студиямызға қош келдіңіз аға. Қош келдіңіз. Жақсы деген не, жаман деген не? Алғашқы сұрағымызды осыдан бастасақ. Екеуінің ара жігін ажыратып алсақ алдымен. Енді ең алдымен жалпы осы жақсы деген сөзді біз орыстың что такое хорошо, что такое плохо деген кезінде бала кезімізде жаттататын бізге. Соның деңгейіне түсіріп алдық па деп ойлаймын мен. Яғни бұны бір жақсы мен жаман дегенде біз оны сын есім ретінде қабылдап үйрендік. Көп адамның ойында ол сын есім, шын мәніндегі жақсы мен жаман деген нәрсе ол қазақтың дүниетанымындағы ең өзекті, ең сүйікті философиясы. Бұл негізі зат есім, жақсы деген. Негізі жақсы деген сөз, мына орыс тіліне аударатын болсақ, бұл элита. Негізінен мынау жамансыз жақсы болмайды дейді ғой, бұрқансыз бақсы болмайды дейді. Негізінен мынау елді ел қылатын осы жақсылар екен. Бұның синонимдері енді. Игі жақсылар дейді. Сорпаның бетіндегі майы дейді. Сүттің бетіндегі қаймағы дейді. Яғни міне осы элита. Егер сорпаның бетіндегі біз майын сыпырып алатын болсақ, сорпа көк сорпаға айналады да, жаңағы құнарсыз, кенеусіз дейді ғой егер. Сүттің бетіндегі қаймағын сыпырып алатын болсақ, көк сүтке айналады. Сол сияқты халықты отарлайтын кезде, халықты тізесіне қоятын кезде, осы қазақтың жаңағы жақсыларын сыпырып алады екен. Оны біз тарихтан көрдік. Кезінде мына енді қалыптасып келе жатқан сол қазақтың жақсыларын, яғни алаш көсемдерін, отаршыл мемлекет кәдімгідей сыпырып алған кезде халық кәдімгідей өзінің жақсынан айырылғаннан кейін көпшілікке айналып қалды. Тобырға айналып қалды деп ауыр айтып сөз айтпай ақ қояйық, енді көпшілікке айналып қалды. Яғни өзінің бағыт бағдарынан жаңылып қалды, не істерін білмей қалды. Көпшілікте жақсынан айырылғаннан кейін тек қана бір-ақ мақсат қалады екен, аман қалу, инстинкт дейді ғой, өз-өзін сақтап қалу мәселесі ғана бірінші орынға шығады екен. Ал жақсылар бұл жалпы мынау мемлекетке, халыққа импульс беріп отырады, халықты шабыттандырып, халықтың былайша айтқан кезде игі жақсылар халықтың басы, ойланатын, армандайтын, жігерлендіретін, қисайса түзететін, халықтың қамын ойлайтын осы жақсылар кезінде әрине бұқыр жырау айтады ғой, күн батыста бір дұшпан ақырда шығар сол тұстан. Шашын алмай тарайды, күн шығысқа қарайды. Жамандықта міні жоқ, Құдайды білмес діні жоқ. Бастығының аты поп дейді. Жайылап келер жұртыңа, балды май жағар ортыңа. Ел қамын айтқан жақсыны дейді, сөйлетпей ұрар ұртына дейді міне. Сонда мына бұқар жырау сол отаршылдықтың болатынын алдын алып болжап отыр. Кешегі елдің қамын айтқан жақсылардың барлығы түрмеде шіріді, атылып кетті, айдалып кетті. Сонда қазақта мақал шықты сол кезде. Ер жақсысы түрмеде шірейді, ат жақсысы кермеде шірейді деген мақал сол кезде шықты. Былайша айтқан кезде жақсы деген кім? Ол ел үшін құрбан болатын адам. Ол элита. Бүгінгі таңда ондай элита бар ма бізде? Әлбетте, ел болғансыз элитасыз болмайды. Қазіргі кезде мына тәуелсіздіктің бір сыйы бізге сол жақсылар қалыптасып келе жатыр. Бірақ бұл жақсылардың өзі алтын аз болады дейді ғой өзі. Жақсылардың қалыптасуы ұзақ уақыт керек. Халығына толғатып, жақсыларды туғызып отырады. Солар жаңа халқына қорған болады. Кезіндегі мынау Асан Қайғылар сияқты, Әлихан Бөкейханов, қазақтың жақсылары, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Қошке Кемеңгер, ол қазақтың жақсылары еді ғой. Мағжан Жұмабаев. Сондан егер сол жақсылар аман болғанда, жақсылары қазақтың тірі тұрғанда, қазақ қазіргі кезде 50-60 миллион болып, өз тілін сақтап, балқып шалқып отырар еді. Бұл енді арман ғой. Бірақ орында бар оңалар дейді ғой. Біз қазіргі кезде ең бастысы
жақсы, өткенге салауат, осы халқымыздың санасында жоғалған жақсы ұғымын тірілтіп алуымыз керек. Егер біз жақсы ұғымын тірілтпесек, онда өмірдің мәні де болмайды, өмірдің құны да болмайды, онда өмірдің сапасы төмендеп кетеді. Сонда мынау қазақтың бұрынғы импульсы, яғни өмір сүруге деген талпынысы, қазақтың қызының тілімен айтады, қазақтың қыз айтады екен, арқырап таудың суы ағып жатыр, ортада тас домалататын, бір жағында жігіт, бір жағында қыз. Сонда қазақтың қыз айтады екен, жақсы болсаң келерсің судан өтіп, жаман болсаң келерсің суға кетіп дейді. Яғни шын мәніндегі қазақтың бұрынғы дүниетанымында ұл болғаннан кейін шоқ бол дейді да. Шоқ бол деген сол жақсы бол деген сөз ғой, жанып тұратын. Шоқ болмасаң жоқ бол дейді мысалы. Немесе Құдайым бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер. Яғни осының барлығы негізінен жақсы деген сөзді ашады, жақсы деген ұғымның ашуға көмектесетін сөздер. Соның синонимдері да, шоқ, жақсы, жаңа оразының баласы дейді мысалы. Осындай ұғымдар бар қазақтың дүниетанымында. Жалпы енді осы жақсы мен жаман ұғымының қазақ отбасында қалай көрініс тапқан? Енді мынау екі жақсы қосылса ай мен күндей дейді ғой өзі. Негізінен мынау екі жақсы қосылса, бұл үлкен бір олжа. Екі жаман қосылса, Ақтанберді айтады ғой, арудан асқан жар бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма. Екі жаман қосылса дейді, күнде жанжал, күнде шу, ұяларлық ар бар ма. Сонда мынау жамандарда ол ұят сезім былай тұрсын, ұят сезімнің өзі ол ары бар адамна ғана ұят болады екен, ар жоқ адамда ұят та болмайды екен. Сонда бұл жерде Ақтанберді айтып отыр ғой, ұяларлық ар бар ма дейді. Яғни бұл жерде ар ұғымы ғана тудырады ұятты, ал ар ұғымы ол қазақ ұғымында тазалық деген мағынаны білдіреді екен, ішкі тазалық. Сонда рухани тазалық. Қазақ бұрынғы сәлемдескен кезде армысыз деп, яғни тазамысыз деп сәлемдеседі екен ғой. Сонда армысыз. Қазіргі кезде жаңағы адам о дүниеге аттанғанда арулады дейді. Ішкі жан дүниесі таза қазақтың қызын, қазақтың ару қызы дейді. Жаңағы тұлпаратқа да қолданады жаңағы ару деген эпитет. Сонда бұл қарасаңыз, осы қазіргі отбасындағы болып жатқан кикілжіңдер, отбасындағы болып жатқан жанжал керістің сыртқа шығып кетуі, ол көпшіліктің назарына ұсынылуы, бұл тексіздіктің белгісі де. Шын жақсы, жаман адамдардың қылығы дейсіз ғой. Әлбетте, шын жақсы ешқашанда, қазақ айтады ғой, екі жақсы дейді, керісер дейді. Керіспей тұрмайды енді өмір бойы. Екі жақсы керісер, керісіп отырып келісер дейді. Екі жаман келісер дейді, келісіп отырып керісер дейді. Түсінесіз бе? Сондан ол отбасында текті адамдар ешқашанда ерлі-зайыптың арасына есі кеткен сөт дейді ғой, ешқашанда оны ешкімге жүгінбейді. Олар өздерінің арымен, ұятымен шешеді. Отбасы болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан шын жақсының ол келбеті ешқашанда жаңағы жанжал шу болмайды үйінде. Олар қабақпен ұқсады, ыммен ұқсады, балалардың жүрегіне қаяу түсірмеуін ойлайды, ағайын туғанға жаңағы ұят болмауын ойлайды, арына дақ түсірмеуін ойлайды, бір-бірінің көңіліне қаяу түспеуін ойлайды. Міне осындай жақсы деген сөз былайша айтқан кезде ол элита да, қазіргі кездегі қазақша айтсақ ақсүйек, орысша айтсақ ол аристократ адамдар да. Аристократтардың өзі бұрын қазақтың шын жақсылары болған ғой, аристократтар. Ондан ол енді жақсының белгілеріне келетін болсақ, жалпы мынау сипаты қандай десек, мына Шалгиз айтады ғой. Біз қазіргі кезде мына жақсы мен жаманды айыра алмай қалдық қой. Мысалы бізде 19 ғасыр бұл отаршылдықтың кесірі да. Абай айтады ғой, жақсы менен жаманды айырмадым дейді. Бір амай, бір қан болып екі ұртың дейді. Сонда шын жақсы қандай болады дегенде Шалгиз айтады ғой. Жақсының жақсылығы сол болар, жаманменен бас қосып сөйлемекке ар етер дейді. Сонда шын жақсы ол жаманмен бас қосып, сонымен бірге сұхбаттас болып, сонымен бірге жүрудің өзін ар санайды екен ғой. Ұят санайды екен сөз, өзінің бойына лайық емес деп санайды екен. Ол бұл жерде совет үкіметінде бізде үйретті, адам жақсы болмайды, жаман болмайды, бәрі бірдей деп. Шынымен де қарасаңыздар, ол олай емес. Табиғатта деген сол теңдік жоқ. Мысалы қазақ айтады ғой, еттің бәрі қазы болмас, иттің бәрі тазы болмас дейді. Сонда иттің де жақсысы бар, ол тазы, элита. Қазақтың мысалы ит 7 қазынаның бірі болғанмен, соның ішінде тазы ғана қазақтың төріне шыққан бұрын. Элита болған ол сөз бе? Еттің бәрі қазы болмас дейді. Еттің де элитасы бар. Ол қазы да мысалы. Мен сол сияқты еттің элитасы, иттің элитасы болғанда адамның элитасы неге болмау керек? Әр нәрсенің жақсысы болады дейсіз. Әлбетте. Сондықтан мынау осы қуатты дүниетанымнан айырылып қалдық қой біз. Сондықтан біз жаңағы көрінгенге жаңағы күлкі болып жүргеніміз себебіміз сол. Неге? Жақсысы бар ел азбайды. Ана айтады ғой Ақтанберді. Бір ауылдан дейді, жақсы қайтыс болып, артынан жақсы шықпаса дейді, өртеніп кеткен дейді, жермен тең дейді да ол. Сонда машһүр айтады ғой, бір елдің рулардың шежіресін жазып отқанда, ей, бұл руды жазудың өзі маған не қайтем оны жазып дейді да, қаламды былғап. Бір жақсы жоқ та іліп аларлық.
қараңыздар қандай талғам. Міне сонда Шалгиз айтып отыр ғой, жақсының жақсылығы сол болар, жаман менен бас қосып сөйлемек қарайтер. Ал енді жаман қалай жаманға айналады деген кезде, жаманның жамандығы сол болар, сөйлесе дәйім бетін қарайтер дейді. Яғни бетін қарайтер деген сөз қара бетке айналады дейді. Яғни ұятын жоғалтады дейді. Өзінің бетін жоғалтады. Сонда бұл қарап отырсаңыздар, осы Шалгиздің толғауында бұл жаманға айналу сөйлеуге байланысты деп тұр. Осыдан келіп жақсының жалпы 3 түрі бар екендігін айта кетпекпіз. Бірінші бұл туысына байланысты. Яғни аристократтың жаңағы туысына байланысты. Яғни біздің қазақтың жаңағы мәдениетінде бұлар туысына байланысты жақсылар. Төрелер, қожалар, қаракөктің дейді жаңағы тұқымы дейді жаңағы атап атады. Жақсылар туысына байланысты. Әулетімен жаңағы мысалы төрелер дейді де ақсүйектер. Екінші аристократтар, қазақтың екі жақсылары бұл байлар, байлығына байланысты дейді. Өйткені қазақ айтады екен, аузы қисық болса да бай баласы сөйлесін дейді. Неге? Шал ақын айтады ғой, құл-құтан қарақалпақ болсаң дағы мал шіркін кемшілігіңді жасырады дейді. Мінің үшіншісі бұл рухани элита. Осының ішіндегі ең мықтысы, ең баяндысы әрине рухани элита. Мынау қазақтың негізі мәдениетін қарап отырсаңыздар, қазақтың ертегілерінде қой бағып, қоз бағып жүрген бала ханға лайықты жауап қатқаннан кейін ханмен теңесіп, кейіннен оның уәзіріне айналып жатады. Бұл сонда қазақ мәдениетіндегі рухани элитаның, яғни өзінің ақылымен осы жеткен адамдар басым болған. Төреден жақсы бала тумауы мүмкін. Қазақ айтады ғой, бір аяқ жақсыдан жаман туар дейді. Бір аяқ асқалғысыз. Байлықтың өзі ол міндетті түрде ол адамға ақыл бітірмейді. Өйткені Абай айтады ғой, дәулет бітпес келбетке дейді. Дәулет келбетке, ақыл бітпес келбетке дейді. Сонда шын мәніндегі жақсы болу үшін біздің қазіргі кездегі діттеген мақсатымыз қазақтың жақсыларын тәрбиелеп шығару. Неге? Ол қазақтың жақсы ол бүкіл жерде жақсы ол. Жұмыста да. Жақсыны қалай тәрбиелеу керек? Ол сонда міне өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Шал ақын айтады мысалы. Жеңі қысқа болған соң қолы қайтсын, таңы қысқа болған соң түні қайтсын. Өз жаман болам деген адам бар ма? Білімі өнері жоқ, оны қайтсын дейді. Сонда мынау жақсы болу үшін баланың жастайынан жақсы білім алып, өнер білімге ұмтылып, көкірек көз ашық, көкірек ояу азамат болып өссе, елдің қамын ойлайтын, өзінің қарнының қамын ғана ойламайтын, міне игі жақсы деп сондай адамдарды айтамыз. Сондай адамдар егер біз қазіргі кезде осы жақсыларды тәрбиелеп үлгермесек, елдің қамын ойлайтын, онда біздің жағдайымыз қиын болады. Неге? Өйткені Махамбет айтады ғой, жамандарға қарасам дейді, малын көрер жанындай дейді. Жаман оның бар мақсаты пайда табу, бар мақсаты мал жинау. Бір билікке жетсе жаңағыдай соны пайдаланып жаңағы түсініп отырсыз, иә? Ішу, жеу. Ал жақсы ол аристократ, ол текті. Ол ешқашанда жаңа біреудің ала жібін аттамайды. Қазақ айтады ғой, ердің дейді, құны 100 жылғы дейді, ары 1000 жылғы дейді. Сондай деңгейдегі аристократ, ақсүйек қазақтарды тәрбиелеп шығуымыз керек. Егер біз оны шығармасақ, жағдайымыз өте қиын болады. Сол халықты халық қылып тұратын, тағы да қайталап айтамын, сол өте нәзік, өте жұқа қабаты бар. Ол мыңдаған жылдар бойы қалыптасады екен. Тектіден текті туады дейді ғой. Ол билік болсын, байлық болсын, шешендік болсын, бәріне тектілік керек екен. Сонда тектілік дегенде, мысалы Үмбетей жырау айтады ғой, хан болмаған хан болса дейді, қанамаған ел қоймас. Бай болмаған бай болса, жайламаған сай қоймас. Би болмаған би болса, сөйлемеген сөз қоймас дейді. Көресіз бе? Сонда анау бұрынғы қазақтың ертегілерінде тексертеді ғой, мысалы кімге, жиренше шешенге, тазша балаға бір ханның қолына келгенде айтады ғой, менің жеті атамда хандық бар ма екен деп тексертеді ғой. Сонда айтады ғой, жоқ, сіздің жеті атаңызда хандық жоқ екен дейді. Сіз негізі сиыршының баласы дейді. Соны хан айтады, мына бала не оттап отыр, шешемді шақырыңдар дейді. Соны шешесі шақырып, шешесі айтады ғой, сонда балам, енді сенің әкең ылғи қыз туа бергеннен кейін бүкіл әйелдерін өлтіре берді дейді. Содан дейді, мен де қыз тудым дейді. Содан бір сиыршының баласымен екеуміз айырбастап еді, негізі сен сиыршысың ба? Сонда ханым ана баланы шақырып айтады, сен оны қайдан біліп қойдың деген. Сонда алып келген кезде, даладан алып келгенде жаңағы баланы, сіздің аузыңызға қазы қарта түскен жоқ дейді. Егер сіз жеті атаңыздан бері хан болсаңыз, аузыңызға қазы қарта түсер. Сіз айттыңыз дейді, мына баланы асханаға барып ботқа беріңдер деп айттыңыз дейді. Осыдан мен білдім дейді, сіздің жеті атаңызда хандық жоқ екенін дейді. Тамаша. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қазақ отбасына байланысты жақсы мен жаман ұғымдары. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Омар Жәлел мырза. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ. Жалпы мынау шын мәніндегі қазіргі қазақ мәдениетіне сондай тектоникалық қозғалыстар керек. Жер асты дейді ғой, өте үлкен қозғалыстар керек. Неге? Өйткені біз 150 жыл бойы отарланып өзіміздің төл дүниетанымызды жоғалтып алған халықпыз. Қазақ айтады ғой, еш жеп етек жинау дейді ғой. Етек жинаған кезде ғана барып сол ел, сол халық өзінің ең сапалы ұлдарын тудыра бастайды екен. Мысалы қазақ айтады ғой, атадан 6 туады, ішінде біреу ғана абадан болып туады дейді.
негізі мен өзім ойлаймын, мына элитный балалар туу үшін, мықты балалар туу үшін сол осы қазақтың осы селекциялық саясатын қолдануымыз керек, жаңағы тектану. Яғни әрбір отбасында кем дегенде 6 бала болу керек. Сол 6 баланың ішінде біреу ғана абадан болып туады екен. Абадан дегеніміз парсы тілінде алғанда бұл абат деген сөздің түбірі көркем болып туады екен де. Сол абадан атқа мінгенде дейді, қалғандардың бәрі таққа мінеді дейді. Ал абаданнан айырылып дейді, әрбіреуі көрінгенге жем болады дейді. Бұл қазақтың саясаты. Сондан ол жақсы болып қалыптаса ма, туа ма деген кезде мен айтар едім, ол туады негізінен. Ол туады. Ол оның жаңағы қазақтың қайтады ғой, ырыс қашса да туыс қоймайды дейді да. Тек туған баланың ырыс қашса да ол тек туған бала оның бәрі қуып жетеді екен де ырысты. Сондан қазіргі кездегі біз енді елу елдің қатарына енейін деп жатырмыз ғой, мысалы, енгіміз келіп жатыр. Бірақ осының бәрін негіз анықтайтын сапалы балаларды. Сондан сол сапалы бала туу үшін, жақсы бала туу үшін не істеу керек, оның қандай шарттары бар деген сұрақтарды күн тәртібінде соған біз жауап беруіміз керек. Дұрыс айтасыз аға, бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Желіде дос қалмасын, қабылдайық. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз аға, сіз әуе толқындасыз. Мен енді мына бала тәрбиелеу жөнінде айтып жатырсыздар ғой. Иә. Мен мысалы өзімнің басынан өткен екі шешем, мен жетім өстім. Шешем болды. Сол бір мәрте мен тақия тауып алдым, бір жолда келе жатырып. Соны шешем алған жоқ мен қолымнан. Сен қазақсың, 3 мәртебе айқайлауың керек, егесі бар ма деп. Сонда егесі болса бересің деді. Маған далаға шығып айқайлатты 3 мәртебе, сол күн тақиясы деп. Содан мен кеште киномеханикка ученик болып кірдім. Бірақ соны айтуға қорқтым мамама әуелі. Соны мен сол ученик болып шығатпын деп. Бір күндері 26 сом айлық алдым мен баяғы 54 жылы. Сол ақшамды алған жоқ мен айлығымды. Сен қайыртан алдым. Түнде кино көріп жүрген адамға айлық береме деп. Содан барып, қайтадан мен управлениеге ертіп барып, сода жаңағы істейді бізде ученик деп, айлығы 26 сом деп, сол 26 сомды рубльді алды мен шешем. Қазір біздер балдар не әкелгенін сұрамаймыз, қайдан әкелдің, неден әкелдің деп. Соны ала береміз, сол жоқ бізде. Сосын міне мысалы әзір мультфильм көрсетіп жатыр. Кілең біреуді өлтіру, біреуді тонау, мультфильмді өзгерту керек. Біздер жас кезімізде мына Тимурге команда соларға ұқсайтын болдық, Сахара ұқсайтын болдық, Космонавт болатын болды балдар. Қазір балдар бандит боламыз дейді ғой. Дұрыс айтасыз аға, хабарласқаныңызға рахмет, алғысымызды білдіреміз аға. Ары қарай жалғастырсақ. Ағамыздың сөзіне байланысты. Сондан дұрыс айтып отыр. Жалпы мына бұл кісінің енді шешесі өте текті адам екендігі көрініп отыр қылығынан. Негізінен жігіттің жақсы нағашысынан, үйдің жақсы ағашынан дейді ғой, жақсы бала текті шешеден туады. Ана жолы айттық қой, тағы қайталап айтамыз. Мәшһүр Жүсіп атамыздың сөзі керемет. Меңіреу әйелден меңіреу бала туады дейді. Меңіреу бала дегеніміз не? Ол меңіреу дегеніміз ішкі жан дүниесі жабық бала деген сөз ғой. Оны кейін оқытпай нәтиже болмайды деген сөз. Сондан қазіргі бұрынғы қазақтың жаңағы тәрбиесіндегі текті әйелді іздеу, яғни текті әйелді іздеу, жар таңдаудағы шатаспау. Мысалы, қаншама адамдар қазір опық жеп жатыр, жастар өзі біледі деп. Шынымен де осы екі жақсыны қосу деген оңай шаруа емес екен. Оны мамандар, эксперттер ғана қосады екен ғой. Сонда інжуге маржан орнатқандай дейді қазақ айтады. Сонда екі жақсыны айтып отыр ол. Сонда оны кім қоса алады деген, інжуге маржан деген, оны зергерлер қосады екен ғой, ювелирлер. Сонда қазақ айтады екен жаңағы, ер қадірін ер білер, зер қадірін зергер білер дейді. Сонда бұрынғы көз ашық көкірек ояу адамдар екі жас інжу мен маржанды танып бірінші екеуін қосқан ғой. Мысалы, Абай мен Ділдәні қосқандай. Міне сол екі жақсыдан, яғни анау да қара көктің тұқымы, Абай да жаңағы асыл тұқымда, Құнанбай, Ырғызбай бәрі би болған. Осы екі асылдан Абай туып тұр ғой. Қазақтың жақсы элитасы. Міне үлгіде. Ал Абай мен Ділдәдан өз кезегінде Әбдірахман туып тұр. Міне Ақылбай, Мағауия, бүкіл балалар текті, бәрі жақсы өсті да. Неге? Өйткені екеуі де жақсы да. А екеуін қосқан кім? Олар өздері білді ме? Жоқ. Екеуін қосқан Құнанбай мен Алшынбай. А біз қазір айтамыз, жастар өзі біледі деп. Қаншама жас ата-аналар қазір өзі біледі деген кесірінен, жылап жатыр. Бауыр еті балалар бақытсыз болып жатыр. Олар не біледі балалар? Енді мына қараңыз, мына жалпы осы жақсының Әлихан Бөкейханов төрелердің жақсысы ғой. Жақсылардың жақсы. Негізі мынау төренде төресі бар. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, аң алмайтын жаман күйшіл құс дейді, ат еңбегі дейді. Абылай ханнан басқа төре ол ас еңбегі дейді де жаңағыдай. Яғни төренде төресі бар. Ашында сонда жақсы қылып тұрған не Әлихан Бөкейханов? Сонда Әлихан Бөкейханов айтады екен, қараның төреде хақысы бар деп айтады екен де. Мен өлгенше қараға қызмет етуге міндеттімін. Неге? Бала кезінен сіңірген. Бұл кодекс сөз бе? Жаңағы аристократтардың кодексі. Сондықтан
төре ол қараның жаңағы 300-дің алты алаштың бақыты үшін жанын құрбан қылуға бала кезінен бастап ол ананың сүтімен атаның күшімен келген тектілік деп осыны айтады да. Қазіргі кезде бізге де осындай міне Әлихан Бөкейхан сияқты жақсылар тәрбиелеуіміз керек. Малым жаным садақасы, жаным арым садақасы деген адамдар керек. Әйтпесе мына мемлекетті кім қорғап қалады? Елге кім қорған болады? Егер құлқыннан аспайтын, қарынның қамынан аспайтын адамдар билік басына келсе, олар бізді басқарса, елді кім ойлайды? Міне бұл жақсылардың негізгі міндеті ол елді ел қылу екен ғой. Шал кез айтады ғой, жамандар ауа көшсе дейді, жақсылар қалар шақырып, жамандар кетер есікті тарс ұрып дейді. Жамандар үнемі бөлінуге, жаңағыдай бұзылуға, сепаратизмге дайын тұрады екен де. Ал жақсы ол елдің қамын, елді ұйыстыруға, патшаны сыйлауға, патша өйткені мемлекеттің символы, бірлікке шақыруға, бас жарылса жаңағыдай өрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Ол жаңа көнбістік емес, ол не? Жаңағы көпшілікке оны салмау, ол өзінің жеке шаруаң ол сөз. Ол жақсылар ғана түсінеді оның өйткені ол оның жеке шаруасы, оның біреудің оған ортақтасуға хақысы жоқ, оған ол ұят, өзінің жеке проблемасын, үй іші проблемасын сыртқа шығару сөз. Оны өздері шешеді. Сол қазақтың мақалы қазіргі кезде ұмыт бола бастады. Қазір біз қит етсе, оны көпшілікке шығара саламыз. Көпшіліктің талқылауына салып жібереміз. Сонда ол көпшіліктің талқылауына айналған отбасыда ол не абырой қалады, не қасиет қалады. Оның жаңағы ішкі кухнясына әркім көзін сұғып, тілін қадап жатса. Міне, сондан отбасы деген кезде шын жақсылар, ың-шыңсыз, жанжалсыз, дүние үшін де, мал үшін деп жаңағы айғайласпай, бәрін ақылмен шешеді екен ғой. Міне осындай жақсыларды тәрбиелеу қазіргі кездің сұранысы деп айтар едік. Жақсы, Омар аға, уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге мыңда бір рахметімізді айтамыз әрине. Бар жақсылықты тілейміз өзіңізге. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы Омар Жәлел мырза болатын. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Нұрзат Рахатұлы, ал микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Шалқар ұлттық арнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар. Кір жұқтырма, қазсақ деген әзатқа, осы жолда жаныңды сал азапқа. Қазақтықты тану парыз қазаққа, қазақ болып қалу парыз қазаққа. Ұлттың үн байрағы Шалқар радиосы.